Қайсыздар достар? Мен осы орманды жегім келіп жүр. Және де мен ормандамын. Менің достарым бұл жерде тақырып жүреді. Өйткені маған орман ұнайды. Мен ағамға алтын қызығы батырмын. Маған өйткені әртүрлі жетектер ұнайды. Және де менің мысығым Котя. Және де бұл маған бауыр баспайды. Керісінше менің досыма бауыр басады. Ал бұл орманды жақсы көреді, иә? Орманда суретке қатты түседі. Және де достар, менің өзімнің ағашым бар. Жүріңдер, ағашымды көрсетейін. Бұл менің ағашым. Ода қанша алмалар өседі, бірақ маған алмалар ұнамайды. Өйткені маған қызғылтты алмалар ұнайды. Және де осы Францияда әртүрлі алмалар өседі. Мысалы, бұл Францияның ауылы. Бұл французский мен және де жарты жерінде. Мен бұны өте қатты жақсы көремін. Мен бұларды бір кездер Котяға турап беремін, бір кездер істеп беремін. Және де мен жақсы көретін жерім ол осы орман. Өйткені орманда бәрі тыныш. Ал Францияда балалар шулайды, ағалайды, машинаның дауысын күніге естисің бейпылдаған. Таңғы азаннан 5-ке дейін, түнге 0:03-ке дейін дауыстар шығады деді. Мен демалған кезінде, мен даже ұйықтап жатқан кезімде миымды ашып жібереді. Және де маған бұл жақ салқын ұйықтайсың. Сәлем достар. Мен осы гүл суарғанды өте жақсы көремін. Өзі маған ұнайтын қыз ол роза. Ол роза қыста өте қатты жақсы өседі. Және де французскийлер жерінде осы гүлден әртүрлі бар. Көлгін, сары, қалаған түс. Бұл гүл маған өте ұнайды. Және де мен осы шашаларды да соғадым. Мен де шашамды өте қатты жақсы көрмеймін. Өйткені оның тікендері жаман. Ал маған осы гүлдер өте қатты ұнайды. Және де бұлар мен өзім үйімде отырғызған. Мен ауламда ол гүлдер қаншама рет болады. Өйткені олар Францияда күн ыстық, бір кездері ауа райы өзгеріп кете беретін. Олар қиналғаннан тек орманда өсіретін мен олар. Өйткені мен гүлдердің сезімін түсінемін. Және де гүлдерді өте қатты жақсы көремін.